Привет, друзья, как настроение? Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Сонымен достар, барлықтарыңызға сәлем. Удалось подзарядиться и подготовить. Сонымен келесі бөлімге дайынсыздар ма? Неғұрлым бізге айттыңыздар, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Сонымен достар, бүгін бізде өте өзекті тақырыптар, өте қызықты спикерлар және өте керемет аудитория. Біз сіздермен бірге біздің бағдарламамыздың екінші блогына өттік, біздің wellness конференциямызда. Достар, мен мынадан бастағым келеді осы екінші бөлімді. Мына сұрақтан бастағым келеді. Қалай ойлайсыздар? Денсаулықтан басқа әр адам нені сақтағысы келеді? Бар ма жауаптар? Қанша адам қазір бізді телефонға түсіріп жатқанына қарайтын болсақ, әркім біздің бүгінгі wellness конференция жөнінде біраз естелік қалдырғысы келеді. Юлиан, әрине, бірақ әркім сұлулығы мен жастығын сақтағысы келеді. Әрине. Өйткені біздің екінші блог дәл осы мәселеге арналған. Телефондарыңызды жасырмаңыздар. Бьюти мамандардың баяндамалары бізді күтуде. Біз қалай өзіңнің тартымдылығын сақтауға болады, өзіңнің теріңді неғұрлым қалай жақсы күтуге болады, және өз көңіл күйіңе байланысты қалай хош иісті сақтауға болады, және оны таңдауға болады, соны айтамыз. Сайберин Wellness-тің бьюти сегментінде өте көп жаңа өнімдер пайда болып жатыр. Олар қартаю процестерін неғұрлым баяу етеді. Бұл өте өзекті. Біздің қазіргі өмір ырғақтарымыз салауатты өмір стандарттарына сәйкес келмейді. Біз күйзелістеміз үнемі, біздің тамақтануымызда дұрыс емес, дұрыс ұйықтамаймыз. Соның барлығы біздің терімізге әсер етеді. Көп жағдайда біздің жасымызды көрсетеді және қосымша жас қосады. Сайберин Wellness-та бізде өте керемет ақылды косметика линейкасы бар, және оның құрамында тек қана табиғи ингредиенттер ғана емес, жалпы өте керемет тұтастай интеллектуалды ресурстық баланстық кешен бар. Экранға назар салыңыздар. Өмір және біздің теріміз өте дайын оған. Біздің клеткаларымыз қуатқа толы және оның ішкі ресурстары баланста деп айтуға болады. Ал енді әйелдердің сұлулығының тереңдігіне қарайық. Және дені сау терінің құрамында өте маңызды үш нәрсе бар. Ол ұйқы ырғақтары, энергия және жасушалар настройкасы. Оған қалай қол жеткізуге болады? Ол үшін үйлесімділік қажет. Интеллектуалды ресурстық баланстық кешен сіздерге неғұрлым жасушалардың, яғни клеткалардың дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Пептидтер және энергетикалық бустер, сонымен қатар эпидермалды өсім факторы бар. Яғни бұл жерде гамма-амино майлы қышқыл бар, гиалурон қышқылы, сонымен қатар мимикалық бұлшықеттерді неғұрлым босатады. Және қазір осы шай ағашының экстрактысы бар. Липосомалық мелатонин бар, ол қорғаныс функцияларын күшейте түседі. Интеллектуалды кешен неғұрлым осы клеткаларды қуаттайды. Сарысу клеткаларды қуаттап, неғұрлым тонусты көбейтеді. Түнгі ұйқыны жақсартады және түнгі уақытта ол клеткаларды қажетті заттармен қоректендіреді. Экспиральта платинум интеллектуалды баланстық кешен. Терең сұлулықтың негізі. Сонымен достар, дәл қазір біз осы супер өнімдер туралы білеміз. Ол туралы біздің маман айтады. Олар арнайы біздің теріміз үшін әзірленген. Дуғол шапалақпен қарсы алыңыздар. Сайберин Wellness сұлулық зертханасын дамыту бойынша директор Инна Кудрина. Рассказали?
но я пришла, друзья мои. Сонымен достар, қазір келдім мен. Интеллектуальная система Экспиральта Платинум Экспиральта Платинум интеллектуалды баланстық кешен сіздерге қажет емес. Егер сіз нирванаға жетсеңіз, әлде буддалық монах болсаңыз, немесе ешқашан күйзелмесеңіз, ешқашан ашуланбасаңыз, кім сондаймын деп айта алады? Біздің жүрегіміздің соғысын тездететін, біздің өміріміздің дәмін келтіретіннің барлығы белгілі бір күйзелісті тудырады. Күйзеліс әртүрлі болуы мүмкін. Өте қауіпті және зақымдандыратын күйзеліс болуы мүмкін. Механикалық әсерлер, температура, химия, сәулелендіру, кейбір кезде күйзеліс қауіпсіз болуы мүмкін. Қорқыныш сияқты, дыбыс немесе қақтығыс сияқты өте жылдам болуы мүмкін. Ең үздік күйзеліс, адамға қажет күйзеліс, ол қысқаша күйзеліс. Осы сахнаға шығатын әрбір баяндамашы сол күйзеліске ұшырайды. Біз қатты толқып шығамыз, бірақ та өте көп дофамин аламыз марапат ретінде, яғни бұл марапатыңды алу гормоны деп айтуға болады. Ертең сіздер осы сахнаға марапаттау рәсіміне шыққан кезде осыны сезінесіздер. Бұл бір бақыт сезіміне бөлену. Біз күйзелістің арқасында біз дамимыз. Егер тамақ ішкіміз келсе, тамақ іздейміз. Өзіміздің өмір салтымызға көңіліміз толмаса, басқа жұмыс іздейміз. Адамдардың сол тілінде сөйлескіміз келсе, жаңа тіл үйренеміз. Бұл күйзеліс бізді алдыға қарай ұмтылдырады, дамуға ұмтылдырады. Ал қысқа күйзеліс, ол пайдалы күйзеліс. Дегенмен де ұзаққа созылған күйзеліс керісінше пайдалы емес. Қолдарыңызды көтеріңіздер. Кейбіреулеріңіз авиадиспетчер сияқты сезінетіндер бар ма? Ақпараттық күйзеліс, әрбір басшыға таныс күйзеліс. Өте жылдам көп ақпаратты өңдеу керек болған кезде, шешім қабылдау керек болған кезде, адамдарға бағдар беру керек. Команда үшін, серіктестер үшін жауапкершілікті мойныңа алу, цейтнот және уақыт жетіспеушілігі аясында. Ал эмоциялық күйзеліс, ақпараттық күйзелісті айттық. Эмоциялық күйзеліске, физикалық күйзеліске қарағанда тезірек жауап береді, яғни жараға қарағанда тағы басқа. Біз ренжіген кезде, біреумен ұрысқан кезде, біреу жұмыстан шығарып жіберген кезде сізді, біреумен ұрсып қалған кезде, теледидарды қосып, әртүрлі эпидемиялар, техногенді апаттар туралы айтқан кезде не сезінеміз? 20-шы жылы барлығымыз үйде қамалып отырдық қой, қорқтық қой, және тез қартайдық сол уақытта. Косметиканың өндірушісі ретінде сұраныстың өзгеруімен байқалды. Сұлулық пен жастыққа сұраныстың орнына, яғни сезімталдыққа қарсы, әртүрлі қабынуларға қарсы дәрі-дәрмекке деген сұраныс көбейіп кетті. Біздің организмдегі барлық нәрселеріміз неге ұмтылды? Сұлулыққа емес, қашып кету, неғұрлым өзіңді өзің зақымдамау маңыздырақ болды. Қалай болады бұл? Күйзеліс жағдайында бірден шұғыл реакция іске қосылады. Эмоциялық, психоэмоциялық болуы мүмкін. Яғни ағзамыз өте жылдан бұрынғы заманнан келе жатқан реакциясын қосады, яғни соқта қаш деген, яғни қорқынышты біз көруіміз керек, яғни көз, гиалуронка сол жерде керек. Миымыз саналы түрде қорқынышты түсіну керек, қауіпті түсіну керек, және бұл қауіп бізге қаншалықты қауіпті, қандай зақым бізге келтіре алады, соны сезіну керек. Жүрегіміз тезірек соғу керек. Өкпеміз неғұрлым жақсы демалып, бүкіл ағзаны оттегімен қамтамасыз ету керек. Бұлшық еттеріміз жақсы дамуымыз керек. Микроциркуляция кішкене баяулайды, яғни бұл жерде неғұрлым қан көлемі жоғары деңгейде сақталу керек. Біздің қан қысымымыз жоғарылайды, қан көлеміміз көбейеді. Оның барлығы не үшін қажет? Біз тез жылдам қашып кете алу үшін.
липидтер бізде жүрекке және миға кетеді. Липидтік кедергі және оның тұтастығы біз үшін маңызды емес бұл кезде. Яғни ақуыз бұл жерде бұлшық етке кетеді, күшке кетеді. Яғни күйзеліс кезінде осының барлығы әсер етеді. Өсім, репродукция, репродуктивті жүйе, асқазан, шек-қарын осының барлығы екінші орында болады. Бірінші орында терінің капиллярлары азаяды, лимфалық түйіндердің көлемі азаяды, неғұрлым ылғалды сақтау үшін. Ақуыз бізге жетіспейді, микроциркуляция баяулағанына байланысты қан жетіспейді, біз липидтер жеткілікті түрде алмаймыз, глюкозаны жеткілікті түрде алмаймыз, өйткені глюкоза дұрыс сіңірілмей қалады инсулин арқылы. Инсулинге тәуелсіз органдарға миға кетеді, неғұрлым ол жылдам жұмыс істеу үшін. Қысқа уақытқа біз барлығымыз супер қаһарман болып кетеміз. Өйткені біз дәл қазір әрекетке әбден дайынбыз. Бірақ тері үшін бұл қандай болады? Яғни ағзаң қарызға алады, бүкіл ресурстарды қарызға алады, бірақ қайтармайды ол қарызын ешқашан. Ол кезде енді терінің сұлулығына ағза мән бермейді. Күйзеліс жағдайында біз не соғамыз, не қашамыз. Бірақ екеуінің ешқайсысы да әлеуметтік тұрғыдан дұрыс емес болып есептеледі. Бізге негатив энергияны түсіруіміз керек. Біздің ашуымызды, қорқынышымыздан арылуымыз керек. Біз олай істей алмаймыз. Сондықтан оның барлығын жасырамыз іште. Бірден реакция көрсете алмаймыз. Сондықтан біз мүлдем шаршап шалдығамыз, ұзақ күйзеліске түсеміз, өте көп ақпарат, жаман жаңалықтар, әртүрлі хабарламалар, аурулар, қорқыныштар, үнемі осындай жағдайда өмір сүреміз. Не болады оның салдарынан? Дұрыс ұйықтай алмаймыз, инсулин синтезі дұрыс болмайды, осының барлығы инсулин резистенттілігінің өсуіне әкеледі, ол қант диабетіне әкеледі көп жағдайда. Неғұрлым қашып кетуге дайын болу, қан тамырлары үнемі күйзелісте болады, олар оншалықты бейімделгіш болмай қалады. Яғни ишемия, жүрек ишемиясының ықтималдығы өседі және купероз да пайда болады. Бірақ енді купероз деген күйзелістің ең кішігірім нәтижесі. Бұл жай ғана реніштің нәтижесі. Ал біздің ағзамыз үшін бұл үлкен соққы болады. Кешірім сұраймын. Бұл жерде Все наши эмоции, которые мы испытываем, біздің эмоцияларымыздың барлығына бүкіл ағза қатыспайды деп ойлау дұрыс емес. Бізде ешқандай шекаралар жоқ органдардың арасында. Кез келген нәрсеге көңіліңіз түссе, ренжісеңіз, міндетті түрде бүкіл ағзаның реакциясы пайда болады. Біз үнемі қартаямыз, өйткені күйзеліс кезінде кәдімгі дағдыланып қалған цейтнот, ұйқысыздық болған кезде біз неден арыламыз, неден айырыламыз? Барлық қорғаныш қабілеттерімізге зақым келеді. Біз барлық жағымсыз факторларға ашық болып қаламыз. Аутоиммунды дерттер, аутоиммунды аурулар көбейеді және ол кезде күйзеліс ағза үшін өте немедленно эти последствия. қауіпті және біз бірден оны көрмейміз. Барлық жүйел тартылған кезде, барлық жүйелерге зақым келтірілгенде, біз осындай сәл ғана кішігірім өзгерістерді, еш нәрсе болып жатпаған секілді. Яғни біз күнге күйген жоқпыз, күннен қорғайтын құралдарды қолдандыратын құралдарды пайдаланған секілдіміз. Барлығын дұрыс жасаған секілдіміз, бірақ барлығы жаман болып бара жатыр. Егер бізде липидтік тосқауыл болса, егер бізде ылғал тоқтамаса, ешқандай лифтинг құралдарын, ылғалдандырушы құралдарды қолданудың пайдасы болмайды. Өйткені осындай құрылыс ақуыздар
дұрыс көлемде шығарылмайды, тері қоректендірілмейді, яғни осы қан арқылы осындай микроциркуляция дұрыс болмайды және тері тыныс алмайды, яғни ағза, яғни осы қан жақсы жүгіру үшін ағза осы ылғалды ұстап тұратындығын білеміз ғой, яғни осындай бұлыңғыр сұр түсті тері пайда болады, яғни ісіп кетеміз. Және мына жерде еш нәрсе көмектеспейді, өйткені тереңдегі базалық осы бастапқы негіздер бұзылады. Мен дұрыс түсіндірдім бе, неге барлығы осылайша нашарлайды және әдеттегі косметика неге көмектеспейтіндігін түсіндіре алдым ба? Егер мысалы Самое главное. ең бастысы бізге қалыпқа келу үшін не қажет? Біздің ағзамыз үнемі өзін өзі құтқаруға дайын болғандығымен қатар, ол өте ойластырылған түрде жасалған әртүрлі күйзеліс құрушы осындай жүйелермен қатар, олар осы қайта бөлуге жауапты, сонымен қатар осы күйзелісті лимиттейтін жүйе іске қосылады және бұл жерде алдыңғы қатарға мынау шығады. Біздің ағзамызда бірде гамма амино майлы қышқыл түзіле бастайды, ол осы табиғи түрде шыға бастайды және ол осы процестерді тежей бастайды. Олай болмаса, осы күйзеліс бізді босататындай кезге дейін жете алмай қалар еді. Өйткені кез келген күйзеліс осы оксидативті күйзеліске әкеледі және осы тамырлар арқылы және бүкіл жүйелердің энергетикалық ресурстарын азайтады. Өйткені митохондриялар жас ұлғайған сайын олар азаяды, функциялары азаяды. Митохондрия ол біздің депомыз. Әрбір жасушада осындай энергиялар бар. Осындай антиоксиданттар осы митохондрияға зақым келтіреді. Осы энергия шығарған кезде оларды осы қышқылдандырғыштарды шығарады. Түптің түбінде бізде осы біздің күшіміз азаяды, яғни өте ауыр науқастанған адамды, яғни торт жейсін деп қызықтыру мүмкін емес шығар. Оның пайдасы болмайды. Егер оны осы меңгеруге күш болмаса, онда ешқандай пайдасы болмайды. Барлық біз жасап жатқан нәрселеріміз, яғни осы жүрек қағысын қалыпты болу үшін, тыныс алуымыз үшін, моторлы нейрондар жұмыс жасау үшін, қозғалу үшін, жүрегіміз соғу үшін, өкпелеріміз тыныс алу үшін осының барлығын жасаймыз. Біздің теріміз, яғни пероралды түрде қабылдайтын нәрселерді ең соңғы кезекте ғана айдалады. Өйткені ағзада ең маңыздысы ол тері. Терінің функциясы өте жауапты, өте үлкен. Ол бізді қорғайды, ол терморегуляция, яғни қатты ысып кетпеу үшін, қатты тоңып қалмау үшін, яғни барлық осы ішкі жақтағы яғни ағзаларды қорғау үшін қызмет етеді. Яғни терінің сұлулығы ол осындай аса қатты міндет емес, яғни біз барлық ішке қарай қабылдайтын нәрселер, стресс, релиф, магний, олардың барлығы керемет, бірақ ол теріге дейін жетпейді және біз осылай әрі қарай қартаюды жалғастыра береміз. Сумен, сінумен, қабынумен осы қарсы күрес жүргізе береміз. Және бүгінгі осы ғылымның дамуы қазіргі сатысында біз мынаны түсінеміз. Біз терімізге қалай көмектесе алатындығымызды түсінеміз және біз ағза өзіне қалай көмектесе алады, біз де сол секілді теріге көмектесе аламыз. Экспиралты платинум деген жаңа эксперименталдық сериясы бірінші кезекте ағзаның өзі шығаратын заттарды қолданады, бірақ оған ол басқа жерде қажет. Терімен біз бөлісеміз, біз оны қанықтыратын боламыз, ылғалмен осы гамма майлы қышқылдармен қанықтыратын боламыз. Теріде өте көп рецепторлар бар, оларды қабылдайтын, олар осы адам өзі осында өкінішті заны көтеріп жүрген адам, яғни біз өзіміз үшін соны ең нашар жасай алатын нәрсеміз, ол біреуге өкпелеу, көре алмау, не болмаса залану біреуге. Өйткені осы арқылы біз өзімізге өте қатты кері әсер тигіземіз. Тек қана сұлулығымызға емес, жалпы бүкіл ағзаға кері әсер етеміз. Қалпына келу үшін бізге жай ғана қарапайым заттар керек. Ұйқы, жарық, тамақ, физикалық белсенділік және тоқтай білу,
ырғақ, осы ритм, энергия, күш болу үшін. Егер бізде күш болмаса, онда біз еш нәрсені игере алмаймыз. Сондықтан гамма аминомайлы қышқылдар, антиоксиданттар, олар энергетикалық депоны қалпына келтіреді. Дәл осының барлығы бізге күйзеліске жол бермеу үшін мүмкіндік береді. Яғни осындай разрядка жасау мүмкіндігін береді. Және білесіздер ме, мен мына жерде жай осындай лирикалық шегергім келеді. Мына жерде мүлдем бос зал болды, бос қабырға болды, және осы оқиғаларды ұйымдастыратын команда ғана болды бөлімнің. Олар осы жоқ жерден осындай оқиғаларды ұйымдастырады, шараларды ұйымдастырады. Яғни олар сондай күйзелісте, сондай цейтнотта болады. Осының барлығын жоқ жерден шығару үшін барлығы өз орындарында болады. Және осы шараларды ұйымдастыру бөлімі, олар бір күн ішінде 40 000 қадамға дейін километраж жүреді. Яғни осындай жауапты болуға, осындай өздерін тыныш сезінуге көмектеседі. Яғни осы спикерлердің бәрі орнында, барлығын дұрыс ұйымдастырған. Сондықтан оларға ду қол шапалақтап қояйық. Өздері арқылы олар Итак, друзья, өз үлгісінде олар көрсетеді осы күйзелістен қалай арылуға болатындығын. Осы өнімдерде мен үшін ең маңыздысы сіздердің осы кімге, осы экспиралды платинумның экспиралды платинум деген интеллектуалды жүйе кімге керек екендігін түсіндіру болып табылады. Ол барлық жауапты адамдарға қажет, өз балаларына қамқоршылық көрсеткісі келетін адамдардың барлығына қажет болып табылады. Яғни біреулерде жаңалықтар, осындай қорқыныштар, осындай сенімсіздік деңгейіне келетін, яғни біз реакция жасаймыз, бірақ не істей алатынымызды білмейтін кезде керек болады. Аминомайлы қышқылдары бар жақпамай, ол біздің, яғни біздің әйелдердің ағзасында жүктілік кезінде және ерте балалық шақ кезімізде ғана болатын заттар. Олар ағзаның өсуін қамтамасыз етеді. Есейген кезде бізде өсу факторлар бізде жоқ деп айтуға болады. Эпидемиалды өсу факторы осы фибробласттардың санын көбейтуге көмектеседі, детоксикацияға көмектеседі. Өсімдік тектегі пептидтер осы фибробласттарды бағдарламалауға көмектеседі, осы жастық шақта болатындай. Яғни барлығы дені сау адамдар, олар жас болып көрінеді. Яғни сіздер денсаулығы нашар әдемі адамдарды көрдіңіздер ме? Жоқ. Денсаулық ол ең басты сұлулық. Яғни бұл саналы әрекеттер күйзеліске жол бермеу үшін. Біздің энергетикалық батарейка Фербаглоу, біздің сығындылар Фербаглоу, олар осы процесстердің ұзақтығын қалпына келтіреді, терінің ылғалдығын арттырады, және осы ылғал қалу үшін барлық осы лифтингтік осы жастық шақты қамтамасыз етуге арналған барлық осы нәрселер, олар дұрыс жұмыс жасау үшін қызмет етеді. Басқа косметикалар, оларды қолдану кеш. Интеллектуалды сарысу, ол да сіздерге таныс өнім. Онда да аминомайлы қышқылдар бар құрамында. Ол да өзінің күндізгі функцияларын қорғау және ылғалдандыру функцияларын өте жақсы атқарады. Ол да керемет лифтинг және филлер болады. Яғни ол 1 сағаттан кейін тәулік бойы жұмыс жасайды. Сонымен қатар ол тыныштандырады. Сонымен қатар оның құрамында ағартатын 6 компонент бар. Ол осы қартайған кездегі осындай сарғыш сұр пигменттен арылуға көмектеседі. Яғни одан арылу өте қиын, және ол жасты адамның үлкен жасын білдіріп қояды. Яғни антиоксиданты бар аминомайлы қышқылдар күн бойы осы қорғанысты қамтамасыз етуге, ылғалдандырудың тиісті деңгейін сақтап қалуға және күйзеліске қарсы тұруға көмектеседі. Және ең басты жаңалығымыз, достар, көбі осы түнгі күтімді жасай бермейтіндігін білемін. Бұл өте үлкен қате. Белгілі бір күндізгі құралдарды
пайдаланудың пайдасы болмайды егер сіздер түнде ешқандай заттар қолданбасаңыздар. Өйткені түнде барлық қалпына келтіру процестері іске қосылады. Бұл тек қана ағзаға қатысты емес, барлық жүйелерге қатысты. Сондықтан ұйқы соншалықты маңызды болып табылады. Яғни келісесіздер ме, яғни күйзеліс болған кезде ұйықтай алмайсың, түнде оянып қалған кезде, не болмаса алаңдап оянған кезде белгісіз бір түрлі бір нәрселер түсіне кірген кезде осының барлығы аурулардың дамуының кепілі болып табылады. Объективті түрде біз нақты бір нәрседен қорықпаймыз ғой, біреу ойластырылған осы біреулер кедейліктен, НЛОдан қорқады ғой, кейде қартаюдан қорқады. Осы ойдан шығарылған осындай қорқыныштар бізде психоэмоционалдық осы тозу деңгейіне алып келеді, яғни осы ағзадағы осы теріс әсерлерге алып келеді. Егер қатты рактан қорқатын болсақ, соған алып келуі мүмкін осындай қатты қорқыныштар. Яғни генетикалық тұрғыдан болу керек нәрселер болмауы мүмкін. Ал егер күйзеліс жағдайында біздің ең осы үлкен қорқыныштарымызды іске асыруға көмектеседі. Сондықтан ұйқы ол ағзаның қалыпқа келуінің ең маңызды шарты және сұлулыққа арналғанда маңызды шарт болып табылады. Липосомалды мелатонин ол өзіміздің жеке мелатониннің тапшылығын қалпына келтіреді. Өйткені бізде күні бойы осы серотонин өте нашар жинақталады. Және біздің осы ұйқымызды қамтамасыз ететін мелатонин жиналмай қалады. Өйткені біз осы мелатонин өнімдерінің арқасында біз ұйықтаймыз. Яғни ол содан кейін кортизолмен алмасады. Және біз таңертең осы кортизол ең көп болған кезде біз оянамыз. Ал егер барлығы дұрыс жасалмаса, онда біз жай әрекет ету және өмір сүру ниетімен оянбаймыз, бір жай аш болғандықтан оянамыз кейде. Таныс па бұл сіздерге? Шай ағашы майларының белсенді компоненттері, олар екі бағытта жұмыс жасайды. Ол тыныс алған кезде олар осы тыныштандыратын әсер етеді және ұйықтауға көмектеседі. Сіздер осы қолыңызда осы кремді жылытасыздар, оны иіскейсіздер. Осылайша сіздің ағзаңыз ұйқыға дайындала бастайды. Сіздің ағзаңыз қалпына келуге дайын болады. Сонымен қатар осы молекулалар теріге жағылған кезде өзіңіздің жеке мелатониніңіздің іске қосылуына көмектеседі. Яғни ол бізді ұйқымызды қамтамасыз етумен қатар ол өте күшті антиоксидант болып табылады. Тиісінше біздің жасушалардың энергиясын, тамырлар мен капиллярлардың біртұтастығын сақтауға көмектеседі. Осы шай ағашы майының әсер осындай болады. Яғни осы мелатонины бар түнгі крем бізге ұзағырақ ұйықтауға көмектеседі және осы өнімнің тиімділігі дәлелденген. Бұл терең ұйқыға кетуге және ұзағырақ ұйықтауға көмектеседі. Және менің соңғы айтқым келетіні ұйқы, өмір, эмоциялар гигиенасы қажет. Ең бастысы бірінші кезекте ызаланбау керек, өкпелемеу керек. Өйткені егер біреу сізді ренжітсе, ол ренжіткен адам барлығын ұмытып кетеді, ал сен өзің жүре бересің, соны еске салып, есіне түсіріп, өз ағзаңды тоздырасың. Бұл ең пайдасыз нәрсе. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Спасибо, Инна. Рахмет, Инна. Ал енді Иннаның сөзінің арқасында мен өзімнің терім үшін тыныш болатын боламын. Өйткені ол сенімді қолдарда екендігіне көз жеткіздім. Бірақ бұл компанияның барлық инновациялары емес. 24 жылғы ең өзекті және трендке сай тақырып қандай екендігін білесіз бе? Мен қазір жауап берем. Ол микробиом френдли косметика. Яғни ол бұзбайтын косметика. Керісінше терінің табиғи микрофлорасына қолдау көрсетеді және бүгінгі таңда теріні күтіп қана қоймай, сонымен қатар осы терідегі пайдалы микроағзаларды қолдау маңызды болып табылады. Бұл фантастикалық түрде естіледі, бірақ Siberian Wellness-тың үнемі бір қадам алға басатындығын біз білеміз және Biomel сериясының арқасында
Саберен Wellness үшін бұл бүгінгі күн болып табылады. Осы өнімдер және құралдар кімге келеді? Дәл қазір осы біздің бьюти сарапшы және Wellness кәсіпкерден тыңдайық. Саберен Wellness-тің бизнес лидері Ирина Нероеваны қарсы алыңыздар. Ну что, дорогие друзья, Қымбатты достар, сіздерді осындай керемет сиқырлы залда сіздерге сәлем беруге өте қуаныштымын. Күн шуақты Ташкентке қош келдіңіздер және бүгін сіздермен осындай маңызды және қызықты тақырып туралы әңгімелесетін боламыз. Біз косметика туралы айтқан кезде маңызсыз тақырыптар жоқ секілді, әсіресе қыздар үшін. Сонымен бүгін біз терінің реактивтілігі туралы айтатын боламыз. Неге бұл тақырып маңызды және өзекті болып табылады? Өйткені қараңыздар, планета тұрғындарының 3-2 бөлігі осы терінің реактивтілігінен зардап шегеді, терінің проблемаларынан зардап шегеді, және осы біз үшін, қыздар үшін бұл өте өзекті болып табылады деп ойлаймын. Өйткені кейде біз таңертең оянғанда айнаға қарап тұрып, термен белгілі бірдеңе дұрыс емес екендігін түсінеміз. Кеше ғана жақсы болғандай, ал бүгін дұрыс емес. Осы әрбір екінші әйел осы тері проблемаларына тап болады. Айнаға қарап өзімізге біз соны түсінеміз. Және бүгін қазір сіздердің терілеріңіздің реактивтілігін анықтайық. Мен сұрақтар қоямын, ал сіз осы саусақтарыңызбен санап отырыңыздар. Егер сіздер сұраққа иә деп жауап берсеңіздер, мысалы сіздің теріңіз қызарады ма, тез қызарады ма, олай болады ма? Мысалы суды қолданғаннан кейін обычно мы считаем, что в подростковом шелушение болады ма? Кейде ол осы жасөспірімдік кезде болады, бірақ біз қыздар біледі, ол басқа кезде де бола алады. Суға реакция болады ма? Күнге реакция болады ма? Суыққа ондай болады ма? Иә деп ойлаймын. Сондықтан қараңыздар. Егер сіз 2 не 3 рет осы сұрақтарға иә деп жауап берсеңіздер, онда сіздің теріңіз реактивті деп айтуға болады. Және әр қарай біз айтатын нәрсе сіздер үшін өзекті болып табылатындығы анық. Тері бұзылыстарының, тері микробиотасы бұзылуының белгілері әртүрлі болуы мүмкін. Және осы тестте анықтаған нәрселер қызару, тітіркену, әртүрлі бөрту, осының барлығы тері микробиотасы бұзылуының белгілері болып табылады. Бүгін біз микробиотаның не екендігін білеміз, және ол не үшін қажет екендігін білеміз. Біздің ағзамызда, жалпы біздің терімізде триллиондаған микроағзалар бар екендігін білеміз, және олардың барлығы бізге қажетті. Дәл осы микробиоталар, пайдалы микроағзалар біздің терімізді реактивтіліктен қорғайды, терімізді бөртуден, тітіркенуден қорғайды. Осының барлығы бізге терімізді жақсы күйде ұстап тұруға көмектеседі. Және осы микробиота бұзылуының негізгі белгілері олар өте көп. Кейде біз жеткіліксіз ұйықтаған кезде біздің дұрыс тамақтанбауымыз, сонымен қатар осындай физикалық белсенділігіміз аз болған кезде де солай болады. Сонымен қатар осы микробиота бұзылысының себептерінің бірі ол дұрыс таңдалмаған косметика, не болмаса агрессивті косметика болуы мүмкін. Мысалы, біз жиі пилингтерді қолданған кезде, әсіресе өте қышқылды осы пилингтерді, не болмаса агрессивті скрабтарды қолданған кезде, не болмаса спирт негізіндегі тоник қолданған кезде, осының барлығы біздің микробиотамызды өте қатты бұзады. Сондықтан микробиотаны дені сау күйінде ұстап тұру үшін
косметиканы дұрыс таңдау өте маңызды болып табылады. Және косметиканың құрамында осындай пре және пробиотиктар болса, бұл өте жақсы болатын еді. Ол біздің микробиотамызға қажет. Сонымен қатар косметиканың теріні ылғалдандыратыны өте маңызды, және косметикамыздың SPF қорғанысы болса да өте жақсы, өте маңызды болып табылады. Және барлығымыз көрдік қой, Ташкенттегі күннің қандай жарық және белсенді екендігін көрдік қой. Кім SPF құралдарды қолданады Ташкентте? Дұрыс, жарайсыздар. Өйткені осының барлығы біздің микробиотамызға әсер етеді. Және бұл жерде бізде бар проблемалардың барлығын шешетін, біздің теріміздің кез келген проблемасын шеше алатын біздің өте керемет жиынтығымыз Эксперальта Биомель. Дәл осы жиынтықта бізге барлық қажет бактериялар бар, және бұл бактериялар осы біздің микробиотаның дұрыс теңгерімін сақтайды, біздің терімізді ылғалдандырады, және терімізге неғұрлым жас, серпімді болуға мүмкіндік береді. Біздің косметикамыздың құрамында бірнеше негізгі құралдар бар, және барлық құралдарда бар. Экоским, превью комплекс, препробиотиктар, арабинокалактан, өсімдік негізі бар пребиотик, және С дәрумені. Әр құралда белгілі бір қосымша функционалы бар компоненттер бар. Және біздің теріміз шынында да серпімді, жас болу үшін оған дұрыс күтім жасау керек, және белгілі бір қадамдар мен күтімдерді жасау керек. Және осы тері күтімінде 4 негізгі қадам бар. Біріншісі ол теріні тазарту, күтімге дайындау. Сам основной уход. Теперь давайте... Жәнегі негізгі күтім. Ал енді күтімдер, осы құралдардың өздері туралы айтайық. Бірінші қадам ол тазарту, демакияж және тазарту кіреді. Екінші қадам ол тонизация. Демакияжды, яғни бояуды алып тастауды теңгеретін мицеллярлы су арқылы жүзеге асырамыз. Яғни неғұрлым SPF факторы бар құралдарды бетімізге жағатын болсақ, тональный крем қолданатын болсақ, декоративті косметиканы көп қолданатын болсақ, міндетті түрде мицеллярлы су мен демакияж жасау керек. Бұл су демакияжды өте жұмсақ тазартады, және біздің бетіміздің терісін келесі күтімге дайындайды. Келесі құрал ол өте жұмсақ, бетке арналған тазартатын эмульсия. Мен оны өте нәзіктің нәзігі деп атаймын. Қыздар, кім бұны пайдаланып көрді? Қалай сіздерге? Өте керемет эмульсия. Кім байқап көрмесе, міндетті түрде қолданып көріңіздер. Өте нәзік, өте жұмсақ эмульсия. Гельден, пенкадан, яғни көбік түріндегі тазарту құралдарынан мүлдем басқа консистенциясы, яғни өте жұмсақ макияжды да тазарталады, және бетіміздегі терінің әртүрлі қалдықтарын тазартады, және бірінші кезеңдерден бастап теріні ылғалдайды. Кім байқамаса, көрмесе байқап көріңіздер. Клиенттердің көпшілігі Эксперальта Platinum сериясынан пребиотиктары құрамында бар гельді жақсы көреді. Кейбіреулердің ассортиментінде ол жоқ. Дәл сол гельдің орнына осы эмульсияны қолдануға болады. Пребиотиктары бар гельдің сұрайтындар болса, оларға міндетті түрде осы эмульсияны ұсыныңыздар. Сіздердің клиенттеріңіздің көңіл толады. Келесі кезең, келесі қадам ол теңгеретін тоник. Тоник дегеніміз ол негізгі күтімге дайындық. Міндетті түрде тоникті пайдалану керек. Өйткені тоник макияждың қалдықтарын алып тастайды. Осы тазартуға арналған құралдардың қалдықтарын
заттарынан тазартады және теріні ылғалдайды. Одан кейін біз пайдаланатын құралдардың неғұрлым тереңірек терге енуін қамтамасыз етеді. Ол теріні бір жағынан ылғалдайды және екінші жағынан біздің теріміздің микробиотасын теңгереді. Сондықтан міндетті түрде бұны елеусіз қалдырмаңыздар. Және келесі қадам, менің ойымша барлығы жақсы көретін біздің неғұрлым қою, неғұрлым осы өте көп компоненттері бар, тиімділігі жоғары күтім. Бізде ассортиментте 4 сарысу бар, олардың 4-еуі де ерекше. Біріншісі ол тері күйзелісінен арылуға арналған С дәрумені бар сарысу. Кейбір клиенттер сұрайды, терінің күйзелісі екен қайдан біле аламын деп. Тіпті далада көшеде жүргеннің өзінде тері күйзеліске ұшырайды. Сондықтан бұл сарысу кез келген адамға қажет. Сарысудың құрамында С дәрумені бар, ал С дәрумені адамның терінің түсін жақсартады, пигментацияның алдын алады және бетті тегістейді, ағартады. Яғни бұл сарысу барлық адамдарға қажет деп ойлаймын. Келесі сарысу гиалурон қышқылы бар. Сарысу бұл менің клиенттерім де өте қатты жақсы көретін сарысу. Бұл сарысудың құрамында гиалурон қышқылының әртүрлі молекулалары бар. Біздің барлығымыз білеміз, гиалурон қышқылы ол ылғалдағыш, ал ылғалданған тері ол жас тері. Сондықтан гиалурон қышқылы бар сарысу біздің терімізге неғұрлым ылғалданған, серпімді, жас болуға көмектеседі. Осы сарысуды жағып көргендер менімен келісетін шығар. Бірінші рет жаққаннан кейін бірден нәтиже көрінеді. Тері шынында да бірнеше минуттың ішінде мүлдем басқа болып, өте керемет болып шығады. Бұл сарысу жылдам әрекет ететін және жылдам нәтиже беретін құрал екенін білеміз. Және сарысуды пайдаланғаннан кейін өте жылдам нәтиже аласыздар. Мынаған көңіл бөліңіздер осы гиалурон қышқылы бар сарысуға. Өйткені ол өте жылдам терінің қалпына келтіреді, оның сыртқы келбетін жақсартады. Келесі сарысу ол терінің зақымдарына қарсы тыныштандыратын сарысу. Бұл бірден көрініп түсінікті деп ойлаймын. Көптеген әйелдер бұны байқап жағып көргісі келетін шығар деп ойлаймын. Неғұрлым теріні мінсіз ету үшін, енді терінің міндеріне қарсы деп айтқан кезде нені айтамыз? Акне, әртүрлі тітіркенулер, қызарған тері. Және бұндай симптомдар тек қана жасөспірімдерде ғана емес, басқа адамдарда да болуы мүмкін. Бұл сарысуды сол бөрткен шыққан жерлеріне ғана пайдалануға болады, немесе бүкіл бет терісіне жағуға болады. Ол теріні тегістейді, ағартады және сонымен қатар әртүрлі тітіркену, бөрту сияқты терінің міндеріне қарсы күреседі және жаңа осындай бөрту, қызару дегендердің пайда болуына қарсы күреседі. Оның құрамы өте бай, бүкіл сериядағы сияқты Б сериясының биодәрумендер бар. Келесі сарысу ол жасартатын пептидтік сарысу. Менің ойымша осы сарысуларды сатып алғыңыз келетін шығар. Оның атын оқысаңыз болды. Жасартатын пептидтік сарысу, оның құрамында нейропептид бар және осы нейропептид біздің терімізге қартаю симптомдарымен күресуге көмектеседі. Яғни кішігірім ұсақ әжімдер азаяды, яғни беттің терісінің түсіп қалуы азаяды. Бұл сарысу міндетті түрде неғұрлым біздің жас көрінуімізге үлкен үлес қосалады. Келесі қадам ол негізгі күтім. Бұл жерде крем, флюид және маска бар. Бетке арналған флюид дегеніміз не? Ол жеңілірек крем деп айтуға болады, жақпамай. Және матирующий дегеніміз не? Ол беттің жылтырын алып тастайды. Беттің жылтырап майланып тұрғанын алады және
терінің қабуын, қызаруын тоқтатады, яғни оның құрамына ниацинамид 5% бар. Крем үшін бұл өте көп, сондықтан бұл крем өте жақсы жұмыс жасайды. Яғни бет терісінде әртүрлі бөрткендер, басқа да міндер болса, ол көмек көрсетеді. Келесі ол крем, SPF 15 қалпына келтіретін күндізгі крем. Яғни күндізгі кремнің негізгі функциясы ол қорғаныс. Күндізгі крем біздің терімізді қоршаған ортаның жағымсыз әсерінен қорғайды. Сонымен қатар бұл жерде SPF 15 бар. Бұл қалада жүрген кезде бүкіл маусымдарда ультракүлгін сәулелерден қорғаудың жолы өздеріңді. Бұл крем барлығына лайық, яғни микробиотаның табиғи балансын сақтауға көмектеседі. Пребиотиктар бар оның құрамында, барлық сұлу қалыпты теріге қажет нәрселер. Және келесі қадам ол түнгі крем маска. Бұл крем маска терең және күшті әсер тигізеді. Біз оны түнде бетімізге жағып қалдырсақ та болады, жуып тастасақ та болады. Бұл маска бетімізді терісін ылғалдайды, оны қоректендіреді, оның микрорельефін қайта қалпына келтіреді, өзгерістерін азайтады және баяулатады. Бұл маска әртүрлі бағыт бағдармен жұмыс жасайды және оның ерекше құрамының арқасында бұл масканы бетімізге жаққан кезде ертеңінде таңертең нәтижесін көретін боламыз. Және ең соңғысы бұл көздің айналасындағы терге арналған крем. Көз айналасындағы тері өте нәзік, өте жұқа. Оған қолдау көрсету керек, оған жақпамайлар жағу керек және біздің құралымыздың лифтинг эффектісі бар. Ол теріні жасартады, кішігірім әжімдерді азайтады және ол жерде бетімізді қорғайды және бізде сол көздің айналасындағы терге арналған крем бізде бар. Бұл өте маңызды. Яғни кейбір қыздар тері айналасы, осы көз айналасындағы теріге крем жақпайды, бірақ міндетті түрде осыны пайдаланғандарыңыз жөн. Және қорытындылай келе менің айтарым, осы Экспиральта Биомель сериясының косметикасын жағып көрмесеңіздер, міндетті түрде пайдаланып көріңіздер. Бұл серия міндетті түрде пайдалану керек. Ол тек қана терімізді қоректендіріп, ылғалдап қана қоймай, оны қорғайды, неғұрлым жасартады, бізге сұлу болуға көмектеседі, деніміз сау болуына үлес қосады және бұл серия кез келген әйел үшін лайық, кез келген жасқа, әйелдерге де, еркектерге де, кез келген адамға лайық косметика, сондықтан міндетті түрде пайдаланыңыздар. Сонымен достар, Иринаға қошеметімізді көрсетейік, өте керемет баяндамасы үшін. Менің ойымша барлығы дұрыс қорытынды жасады деп ойлаймын. Биомель сериясы кез келген адамға қажет, өйткені терінің микробиотасының денсаулығына байланысты біздің иммунитетіміз, сұлулығымыз және жасаруымыз. Ал енді терге күтім жасағаннан кейін нені ойлауымыз керек? Біз айналадағы адамдарға қандай әсер қалдырамыз? Бірінші рет олармен танысқан кезде, бастапқы 3 секундта сіз адаммен танысқан кезде ол жөнінде әсеріміз қалыптасады. Адамдар нені жылдам бірден бізге не әсер етеді? Қандай автомобильмен келгеніміз бе? Мүмкін, бірақ автомобильден шыққаннан кейін және біздің түр әлпетімізді зерттемес бұрын адам неге баға береді? Менің ойымша, әрине, менде ондай ойлар болған. Адамдардан сұрап көрейікші, залдан сұрап көрейік. Қалай ойлайсыздар? Адамға не әсер етеді? Біз жөнінде біреумен танысқан кезде неге көңіл бөлеміз? Әрине, адамның иісіне. Хош иіс өте маңызды. Міндетті түрде әр адамға, әр образына хош иісті таңдау керек. Екінші рет бірінші әсерді қалдыра алмайсың.
Өте дұрыс. Дәл қазір біз парфюмді таңдап алу құпиясын естиміз және бұл өнімдермен қалай жұмыс істеу керек екенін айтамыз. Осы сахнаға өте жылдам өсіп келе жатқан кәсіпкер, парфюмерлік стилист және біздің маманды шақырамыз. Сапфир бизнес лидері Siberian Wellness Татьяна Лунинаға сөз береміз. Я приветствую вас, дорогие. Барлықтарыңызға сәлем, құрметті Siberian Wellness кәсіпкерлері, қошемет көрсетейік, қонақжай Ташкентке сәлем. Достар, бізде бүгін өте қызықты тақырып. Бір адамға қалай 3 хош иістен артық сатуға болады және біз бүгін ол тақырыпты ашамыз. Менің білуімше өте көп Siberian Wellness кәсіпкерлері денсаулыққа арналған өнімдермен жұмыс істей алады. Кешенді сатулар, денсаулық бағдарламалары жөнінде біледі, бірақ парфюмериямен мүлдем жұмыс істемейді. Оны қаламағаннан емес, өйткені неден бастарын білмейді. Біз дәл осы парфюмерлік стиль құпияларын ашамыз, өйткені біз командамызбен бірге парфюмериямен жұмыс жасаймыз. Денсаулыққа арналған өнімдермен қалай жұмыс істесек, дәл солай жұмыс істейміз. Біз парфюмерлік гардеробтарды іріктеп жасап береміз, яғни әр түрлі жағдайларға қажет парфюмерияны таңдап береміз. Әр түрлі биологиялық белсенді қосымшаларды таңдағанда яғни парфюмерлік стиль тұрғысынан алғанда парфюмериялық гардероб дегеніміз не? Клиентпен жұмыс істеген кезде және денсаулық бағдарламасын жасаған кезде осы клиенттің белгілі бір проблемасын шешеміз ғой. Парфюмерия бойынша да дәл солай. Неғұрлым үйлесімді образ жасау үшін осындай парфюмериялық гардероб жасаймыз. Бұл стилистің жұмысы сияқты. Біз адамға киім таңдағандай парфюмериялық хош иістер таңдаймыз. Яғни кез келген жағдайға лайық осы парфюмериялық гардеробты жасаймыз. Мына слайдта көріп тұрсыздар, әр түрлі хош иістердің рөлдерінің мысалдары келтірілген біздің өмірімізде. Неғұрлым осы киімнен жасалған гардероб жасағандай, біз неғұрлым осы хош иістен гардероб жасаймыз, немесе спорт костюммен театрға, немесе әдемі көйлекпен тренажер залына келмейміз ғой. Хош иістермен де дәл солай. Неғұрлым хош иісі күнделікті пайдаланатындай болуы мүмкін, іскери хош иіс болуы мүмкін, кәдімгі бір салтанатты кештерге арналған хош иіс болуы мүмкін. Яғни хош иістерге киімге киінгендей әртүрлі етіп киінуге болады. Біз баратын жеріміздің талаптарына сәйкес киінеміз және белгілі бір әсер қалдырғымыз келеді, өзіміз қалаған әсерді қалдырғымыз келеді. Мысалы, іскери кездесуде, немесе сахнаға шыққан кезде. Siberian Wellness парадының жеңімпазы ретінде, мысалы, сахнаға шыққанда белгілі бір киім киеміз. Ал енді бүгін парфюмериялық гардеробты жасаудың қағидаттарын қарайық. Rose Edition сериясының негізінде менің ойымша бұл серия кез келген адамға өте қажет және ол дайын парфюмерлік гардероб деп айтуға болады. Сіздер менімен бірге көздеріңізді осыған жеткізесіздер. Біздің алдымызда өте керемет хош иіс White Rose and Musk деп аталады. Бұл өте керемет мөлдір хош иіс, тазалық иісі, күтім иісі, таңертеңгі душтың иісі деп айтуға болады. Бұл хош иіс сіздің күндізгі образыңыздың толығуына мүмкіндік береді және күндізгі уақытта сол тыныштықты сыйлайтын хош иіс кешке уақытта онша жеткілікті емес болуы мүмкін. Келесі хош иіс Pink Rose and Sea Salt. Бұнда өте көп жарқындық бар, романтика бар. Бұл шында да хош иіс демалыс сияқты. Ол романтикалық образға мүмкіндік береді. Он сүйікті адаммен кездесуге шығуыңа болады. Демалыс күнде осы хош иісті пайдалануға болады. Керемет көңіл күй сыйлайды. Демалыста болсаңыз, кварталдық есеп жасасаңыз да, демалыста жүргендей жүресіздер бұл хош иіспен.
Orange Rose and Vanilla хош иісі бұл біздің командамыздың сүйікті хош иісі. Өйткені Siberian Wellness кәсіпкерлері біледі, бізге энергия қажет кез келген мақсаттарға қол жеткізу үшін. Orange Rose сіздерге дәл осындай керемет сәнді образ жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл жерде мақсатымызға жете отырып біз яғни әйелдерше осы тартымда болып қала береміз. Менің ойымша бұл өте маңызды. Сонымен қатар мен өзімнің практикамдағы осы лайфхакпен бөліскім келеді. Осы әйел осындай контрастты хош иіс жүрген кезде ол ішкі өзекті береді. Сонымен қатар сіздердің әйелдер ретіндегі тартымдылығыңызды күшейте түседі. Достар, бұл ер адамдарға өте қатты ұнайды. Бір уақытта әртүрлі бола алатын әйелдер ешқашан немқұрайлы қарамайды оған ешқашанда. Ал осы хош иісте өз командаңыздың нағыз лидері боласыздар. Және мұнда мен өз практикамда әйелдерше көшбасшылық деп атаймын. Neon Rose and Davana. Бірде-бір әйелдердің бірде-бір гардеробында осындай ерекше салтанатты кештерге арналған көйлек болу керек. Осындай хош иіспен өміріңіздегі осындай ең негізгі басты оқиғаларға баруға болады. Олар туған күндер, яғни Siberian Wellness форумдары, тойлар болуы мүмкін, достар. Және осы хош иісті ертең осы сахнаға шығатындарға, жеңімпаз ретінде шығатын адамдарға өте қатты ұсынар едім. Өйткені сіздер екі есе көп эмоцияны бастан кешіресіз және осы парадты есте сақтап қаласыз. Осы хош иісті киген кезде, үйге келген кезде сіз қайтадан осы эмоцияларды бастан кешіресіз. Ал егер парадқа қатысушы болмасаңыздар, міндетті түрде ертең тағы да біздің жеңімпаздармен бірге болу үшін осы хош иісті жағып келіңіз. Және келесі шарада осындай парадтың қатысушысы болатыныңыз анық. Және әрине Red Rose and Oud. Менің ойымша, әрбір әйелге кейде осындай күнделікті емес секілді ерекше әсер ету қажет болады. Бұл ерекше образ, бұл шабыттандырған келеді, яғни тартқын келеді. Осы хош иіс кез келген кештің королевасына, ханшайымына айналдырады. Бұл қызыл көйлек секілді, арқасы ашық қызыл көйлек секілді. Осы кеште басқосуда барлық адамдар сізге қарайтын болады. Және пикантты нюанс бар. Бұл унисекс хош иісі. Сондықтан оны екеулеріңізге де жағуға болады. Осы ерлер және әйелдер терісінде ол өте терең ашылады. Және осы екеуі айналадағы адамдарды көрмейді және бүкіл дүниежүзі олар үшін қажет емес болады. Жағып көріңіздер, бұл тамаша, керемет. Сонымен, достар, біз осы Rose Edition сериясының мысалында осындай әртүрлі образдардың әркелкілігі, өз жай күйіміздің әртүрлігі, ол осы хош иіс бізге образ жасаумен қатар ол бізге де әсер етеді. Егер біз осы күндізгі casual стильдегі хош иісті жаққан кезде біз өзімізді тиісінше сезінеміз. Мұнда мен киіммен параллель жасаймын. Мысалы, сіз спорт костюмында болсаңыз, сіз басқаша өзіңізді ұстайсыз. Кешкі көйлек киген кезде сіз мүлдем басқа ұстайсыз өзіңізді. Сіздің жүрісіңіз де өзгереді. Және осы хош иістің де осы біз арқылы басқа адамдарға әсер етуге болады. Және қазір сіздер қалай әртүрлі болуға көмектеседі, өз өміріңіздегі кез келген нәтижелерге қалай қол жеткізуге болатындығын көрдік. Кез келген жағдайда қалайша таң қалдыруға болады. Яғни бір түрлі болмай, мысалы кешкі көйлекте спортзалға келіп, бір түрлі болып көрінбейсің, не болмаса романтикалық бір көйлекте бас директорға, осы планеркаға келгендей секілді көрінбейсіз. Сондықтан ол керемет құрал, достар. На текущий момент Қазіргі кезде парфюмериялық гардероб ол әрине осы жұмыстағы заманауи көзқарас қана емес, сонымен қатар ол парфюмериямен жұмыстағы ол тренд, сонымен қатар бұл біздің тауар айналымымыздың өсімі болып табылады. Және қазір осы образдарды қарап, біз осы заманауи парфюмериялық гардероб бұл өміріміздегі қажетті нәрсе екендігін түсінсек, ал кәсіпкер ретінде біз парфюмериялық гардеробқа осы тұрғыдан қарайық. Осы
парфюмериялық гардеробты сату осы сатылымдарды өнімді етеді. Мысалы баттармен арналған бағдарламаны біз жасаймыз, яғни осындай кешенді көзқарас кез келген міндетті шешу үшін қажет екендігін білеміз, және тағы да жай ғана бір хош иіс біздің клиенттерге қажет емес, және клиенттерге осы хош иісті сатып алу туралы ұсыныс жасағанда, және оған тағы да бір хош иіс не үшін керек екендігін түсінбесе, онда сата алмайтын шығарсыздар. Ал егер біз клиенттерімізге оның парфюмериялық гардеробы, егер ол бар болса, жеткіліксіз екендігін көрсетсек, және клиенттерімізге олардың белгілі бір міндеттерін шешуге көмектессек, белгілі бір жағдайға осы хош иістер арқылы киінуге көмектессек, онда сататынымыз абзал. Және оны сату мүмкіндіктері де жоғары болып табылады. Сондықтан осы слоганды есте сақтаңыздар. Әрбір чекке хош иіс. Мына жерде біздің керемет Siberian Wellness коллекциямызға дуғыл шапалақтап қоюға болады. Біз осы хош иістердің осы қасиеттерін ең алдымен өз өмірімізде біз қолдана аламыз. Біз өзіміз киімімізді ауыстыруға үйренеміз. Егер сіз өміріңізде әлі де парфюмериялық гардеробты қолданбасаңыз, онда әрбір жағдайға байланысты киім ауыстыруға үйренеміз. Біз өзіміздің қайталанбайтын жеке гардеробыңызды жинақтаймыз, және ұнайды, ұнамайды принципі бойынша ғана сатып алмаймыз хош иістерді. Сонымен қатар біз нәтиже сатып алуға үйренеміз. Яғни басқа адамдарға, айналадағы адамдарға қандай әсер ете аламыз, соны таңдауымызға болады. Және мен өзімде бірінші клиентпін деген қағидатты ұмытпауымыз керек. Мен өзім пайдаланамын және осыны командама үйретемін. Осы арқылы біздің тауар айналымыз достар өсетін болады, ал біздің командадағы кәсіпкерлердің саны да өсе береді. Бұл біздің мақсатымыз емес пе? И, конечно, және де әрине біз хош иістердің осы қасиеттерін біздің клиенттермен жұмыс жасағанда біз қолданамыз. Біз осындай қайталанбайтын мастер-класстар жасауға ұмтыламыз. Әрбір клиентпен парфюмериялық гардеробты құрастыруда жұмыс жасаймыз. Егер ол қазіргі кезде бүкіл гардеробты сатып алуға дайын болмаса, дәл сізден білетін болады оның мүмкін екендігін, және ондай мүмкіндік пайда болған кезде ол сізге қайта оралады. Өйткені сіз айтып бердіңіз, сіз таныстырдыңыз онымен. Яғни кез келген тапсырысқа біз осы сатылымдар жасауға үйрендік. Бізде өте Siberian Wellness өнімдерін өте жақсы көретін үлкен клиенттік базамыз бар, және біздің клиенттерімізді осы парфюмерияны да жақсы көруге үйретіңіздер. Және әрине клиенттермен де дәл солай. Біз ароматтарды, хош иістерді сатпаймыз, нәтижелерді сатамыз. Яғни клиенттің міндеттерін шешеміз. Біз денсаулық сақтау жөніндегі оның міндеттерін шешкен секілді, мұнда да өз міндеттерін шешеді. Барлық клиенттеріміз хош иістерді белгілі басқа бір жерде не болмаса бізден сатып алу мүмкін, және біздің клиенттер дәл бізден хош иістерді сатып алу үшін барлығын қолымнан келгенше барлығын жасаймын, және өте керемет қолымыздан келетін секілді. Рахмет, достар. Тағы да айтқым келетіні, парфюмерия бұл біздің Siberian Wellness-тің үлкен керемет бизнесіміздің бір бөлігі болып табылады, және парфюмериямен қалған өнімдермен секілді тең дәрежеде жұмыс жасау қажет. Біз осы керемет парфюмериямызды өзіміз сатып алуымыз керек. Қолдарыңызды көтеріңіздер, коллекцияларыңызда осы хош иістер бар, яғни өте көп қол, бұл өте керемет, достар, тамаша, жарайсыздар. Яғни осы біз хош иістерді распаковкаларда көрсетеміз, барлығымыз әлеуметтік желі жүргіземіз. Клиенттер чатында, әлеуметтік желіде біз Siberian Wellness парфюмериясын тақырыбын бүкіл дүние жүзіне ілгерілетіп келе жатырмыз. Біз өзіміз өткізе алатын жерлерде мастер-класстарды өткіземіз, сонымен қатар онлайнда өткіземіз. Өте жақсы онлайн түрде өткізіледі. Және мен қазір өз мысалымда сіздерге айтып беремін. 8 наурызда мен өз клиенттерімнің чатында мен осындай ұтыс ойынын ұйымдастырдым. Клиенттер чатында осы барлық 5 хош иіс розедиштің хош иісіне шолу жасадым. Шарттарды жарияладым. Шарттар өте қарапайым болды. 100-ден астам ұпайға сатып алулар жасау, және скринді жіберіп, жай ғана номер алу. 3 күнде 7000 астам балл менің құрылымыма қосылды. Мен осы ұтыс ойынына қатысқан қатысушыларды ғана санадым. Мен осы номерлердің санын балл
балдар санына көбейттім, ал одан да көп тапсырыстар болды ғой. Ол мен білетін 7000 балл, бұл сол минимум болды. 3 күн ішінде қол жеткізген. Сонымен қатар толық мөлшердегі құтылар өзінің жеңімпаздарына жеткізілді. Ал клиенттер чатындағы қызығушылық қалды және парфюмерияны сатып алу жалғасты. Достар, бұл өте құнды секілді, е? Командамыз бен біз үнемі үйрену үстінде боламыз, анағұрлым кәсіпқой деңгейімізді көтеру үшін, және бізде осы 2 күндік керемет мүмкіндігіміз бар, осы парфюмерия саласындағы құзыретімізді арттыру үшін. Командамызбен біз өзімізге орындарға бронь қойып қойдық. Бұл эксклюзивті мастер-класс. Ол танымал парфюмер, ол Өзбекстанға арнайы келді. Біздер үшін осындай эксклюзивті парфюмериялық мастер-классты өткізу үшін келді. Танымал парфюмер Латик Рунов. Көбі оны біледі, Дұқыл Шапалақ арнайы біздер үшін оқытатын эксклюзивті мастер-класс өткізіледі. Біз парфюмериямен одан да жақсы жұмыс жасауымызға үйрену үшін өткізіледі. Сиберин Wellness-тің барлық осы палитрасын сезіну үшін, және клиенттеріміз біздің жұмысымыздан одан да көп әсер алу үшін жасалады. Біз осы мастер-классқа бүкіл командамызбен барамыз. Яғни оған 10 шақты орын ғана қалғанын білемін. Сіздер де осы мастер-классқа баруларыңызға болады. Осы үзіліс кезінде жай ғана ақпарат тұғырнамасына барып жолығыңыз. Ал мен сіздерге өте жақсы сатылымдар, тамаша, керемет клиенттер, жоғары деңгейдегі мастер-класстарды тілеймін. Және осы хош иістер бұл біздің өміріміздегі және бизнестегі қажеттіліктеріміз болып табылады. Достар, рахмет. Біз Татьянаға рахмет айтамыз, өзінің керемет эмоционалды сөз сөйлегені үшін. Сонымен қатар біз қандай біздің образдарымыз парфюмериялық сүйемелдеусіз қалғанын еске түсіреміз. Осы ақаулықтың орнын толтыратын боламыз. Және Татьяна айтқан хош иістер ол менің коллекциямда да бар. Және бүгінгі осы Ташкенттегі көктем үшін бұл өте лайықты хош иіс секілді. Достар, біз ақырындап осы қазіргі шағын осы үзіліске жетіп қалдық. Одан кейін сіздермен дәл осы жерде кездесеміз. Wellness конференциямыздың 3-ші бөлігі ол нутрициологиядағы жаңалықтарға арналады. Достар, қазір шағын ғана үзіліс жасайық. Содан кейін қайтадан өз орындарыңызға оралыңыздар. Өйткені алдымызда өте ыстық, өте топ контент күтуде біздің спикерлерден. Сағаттарды салыстырайық. 30 минуттан кейін сіздерді қайтадан осы залда күтеміз.